Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қайсысы жылдам? Бүгінгі сабақ мақсаты жылдамдық деген ұғыммен сабақта танысатын боласыздар. Енді балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 24 ақпан сынып жұмысы. Қазір біз осы есептерді шығару арқылы және өрнектердің мәнін кему ретімен орналастыру арқылы бір сөз шығару керекпіз. Ойланып көрейікші, қандай сөз шығады? Дұрыс айтасыздар, жылдамдық сөзі шықты. Ал енді балалар, мұқият назар салып қарайық. Мәреге қайсысы бірінші болып келеді деп ойлайсыздар? Және неліктен? Егер осы берілген кірпі, олу және тасбақа үш жануарды жарыстырсақ, қайсысы озып кетеді? Тасбақа ұлуға қарағанда жылдамырақ қозғалады. Кірпі тасбақаға қарағанда жылдам жүгіреді. Сонда белгіленген уақытта тасбақа мен ұлуға қарағанда кірпі жолды көбірек жүріп өтеді. Ұлу, тасбақа және кірпінің қозғалысы олардың жылдамдығы арқылы ажыратылады. Белгілі бір дененің жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, ол соғұрлым тезірек қозғалады екен. Жарайсыздар, жауаптарыңыз қабылданды. Енді балалар ойланып, келесі тапсырманы жазбаша орындайық. Спортшының жылдамырақ жүруіне не кедергі болуы мүмкін? Сіздер қандай кеңес бересіздер? Осы тапсырманы дәптерге жазбаша түрде жауап берейік. Балалар, сіздер білесіздер ме? Қабылан жер бетінде ең тез жүгіретін аң. Ол тұрған жерінен бірден жоғары жылдамдықпен жүгіруге қабілетті. Ал ұлу жер бетіндегі ең баяу қозғалатын жануарлардың бірі. Жабайы ара қанатын 1 секундта 160 рет қағады екен. Ғалымдардың зерттеуі бойынша жаңағы ұлу 1 минутта 60 сантиметр жер жүгіріп өтеді екен. Ал ең баяу қозғалатын жануар жалқау деп аталады. Ленивец, оны естіген боласыздар, Ол 1 минутта 2 метр жылдамдықпен қозғалады екен. Балалар, қозғалыс жылдамдығын анықтауға арналған құрал спидометр деп аталады. Қозғалатын денелердің жылдамдықтары әр түрлі болады. Жылдамдық дененің белгілі бір уақыт ішінде қанша жол жүретінін көрсетеді. Зат қозғалғанда бір орыннан екінші орынға ауысады. Зат қозғалу үшін оған күш әсер етеді. Мысалы, шана сырғанайды, доп домалайды. Мысалы, балалар Астанадан Орал қаласында тұратын достарына қонаққа жиналды. Олар ұшақ, жеңіл көлік, велосипед, поезд көліктерінің қайсысымен тезірек жете алады? Әрине ұшақпен, себебі ұшақ жылдам қозғалады. Ұшақ басқа көліктермен салыстырғанда 1 сағатта көбірек ара қашықтықты басып өтеді, немесе ұшақ жолға аз уақыт жұмсайды. Велосипедпен жүргенде жолға ұзақ уақыт жұмсаймыз, немесе велосипед 1 сағатта басқа көлік түрлерімен салыстырғанда өте аз жол жүріп өтеді. Ендеше балалар, нысан 1 сағатта неғұрлым көп жол жүріп өтсе, соғұрлым оның жылдамдығы үлкен болады. Жануарлар да әр түрлі қозғалады. Кейбіреуі тез, кейбіреуі баяу. Олардың арасында бірдей жылдамдықпен қозғалатындар да бар. Ең жүйрік жануар қабылан. Ол сағатына 110 километрге дейінгі жылдамдықпен жүгіре алады. Мысалы, қоян, киік, дала тасбақасы, кірпі жануарларын алатын болсақ, бәрінен жылдам жүгіретін киік. Киік сағатына 70-80 км жылдамдықпен қозғалады, ал қоян сағатына 50 км жылдамдықпен қозғалады. Ең баяу қозғалатын жануар тасбақа, себебі тасбақа 1 сағатта 1 км, ал кірпі 10 км ара қашықтықты басып өтеді. Ендеше балалар, жылдамдық
жүріп өткен қашықтық пен жұмсалған уақытқа тәуелді болады. Балалар, жылдамдықты сипаттау үшін қандай сөздерді қолданамыз? Қанекей, осы сөздердің ішінен тек қана жылдамдықты сипаттауға арналған сөздерді дәптерге жазып алайық. Келесі тапсырма қорытынды жүргіземіз. Оқулығымыздың 82-85 беттерін оқи отырып, балық қаңқасын дәптерге сурет салып, осы қаңқаның ішіне қандай ақпаратпен таныстыңыздар, жаңадан не білдіңіздер, сол жайында сөйлемдермен жазып кетіңіздер. Ал енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіздер нені үйрендіңіздер, нені білдіңіздер? Жылдамдық ұғымымен таныстыңыздар. Енді үй жұмысын жазып алайық. 85 бетте 8 тапсырманы орындайсыздар. Онда әртүрлі дерек көздерден, интернеттен, ата-аналарыңыздан, кітаптардан, энциклопедиялардан келесі анемометр деген құралды тауып келесіздер. Ол қандай құрал? Ол құралмен нені зерттейді? Сол жайында дәптерге сурет салуға болады, немесе Вен диаграммасын құрастыруға болады, немесе кесте түрінде және мәтін әңгіме түрінде жазып алып келулеріңізге болады. Ол сіздердің шығармашылық жұмыстарыңыз. Балалар, енді сабақта орындаған тапсырмалар мен үй жұмыстарын орындап, маған жіберуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.